ағаның ұйымдастыруымен жақсы бір іс-шара өткелі жатыр. Өткенде осы сценарийді бекітіп маған алып келген кезде ол кісілер кездесу, одан кейін сұхбат сияқты менімен жеке бір 15-не қарай тағы да бір жаңағы желтоқсанға байланысты бір сұхбат қойған екен. Мен айттым, сіздер оны қайта мұғалімдерді жинап уақыттарын алмай, одан да мен осы жерде бір-екі ауыз желтоқсан бойынша айтып кетейін деп өзім сұраған болатын. Қарап тұрсаңыз, уақыт деген зымырап өтіп жатқан уақыт. Осы міне тәуелсіздік алғанымызға міне 31 жыл болатын болса, 86 жылдары мен өзім кішкентай ғана 19 жастағы қыз екенмін. Бірақ ойымызда ештеңе болған жоқ. Біз жастар асқақ арманымызбен бәріміз тек қана ойымызда бір жаңа оқуға түсіп білім алу ғана болды. Алматының Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтында студент болатын. 86 жылы желтоқсан айында біз сабаққа келсек, аласапыран болып, ешкім түсінбейміз не болған, студенттердің бәрі жан-жаққа кеткен. Сосын біз жаңа художественно-графический факультетте оқыдық, но келесі корпуста Қазпидің үлкен несі бар, мекемесі бар. Соған біз жақындап барсақ, ол жерде кеңес үкіметінің Қазақстанға бөлінген ту болады. Қарасақ, ол ту жоқ, туды сындырып алып кетті. Сонымен Советская көшесі бар, ол Советская көшесі қазір Қазбек деп аталады. Қарасақ, адамдар лек-легімен жиналып көшеде тұр екен. Сонымен енді не болып жатыр? Сонда айтқандары, мынау біздің жаңағы Лениннің коммунистік ұстанымын пайдаланбай, әр ұлттың өз кеңесі құрылып, өз көсемін шығару керек деген қағида бұзылып, бізге басқа Колбин деген басшыны алып келгенге біз қарсымыз. Сондықтан біз бәріміз алаңға шығамыз деген ұрандатып, бүкіл жастар, студенттер лек-легімен толып, жаңағы Қазбек би көшесіне жинала бастады. Сонымен біздің факультет бар, бас жағында театрально-художественный институт бар. Бәріміз Фурманова мен жаяу алаңға қарай тарттық. Алаңға барған кезде біз ойлағандай болған жоқ. Ол жерде бізді әскерилер қарсы алды. Енді мен өзімнің көзқарасым ойласам, біз кеңес үкіметін біздің елімізде біз гимн айтып жүрдік, Великая Русь деп. Біз ешқандай да мән берген жоқпыз. Бізді сол жерде ұрып тепкілеп, уже бізді қан көрген кезде сол жерде біз ешкім емес екенімізді, біз мемлекет емес екенімізді, біз тәуелсіз емес екенімізді сол кезде ғана біз ұқтық. Біз ешкім емеспіз. Сонда ғана жастар бас жарылып жатты, қол сынғаны, сынып, аяғы сынғаны сынып жатты, бірақ ешкім кері қарай қайтқан жоқ. Қайтқаны бар, бас аяғын байлайды, қайта шығады. Жатақханада ешкім қалған жоқ. Содан кейін арамызда жаңағындай үгіт насихаттар жүрді. Біздер жаңағы ешқандай да алаңды бос қалдырмауымыз керек. Ол кезде Алматы қаласында 25 градус суық болды. Негізінде ондай қатты суық болмайды. 25 градус суық, ол жерде влажность деген көп, бірақ балалар, жастар ешқайсысы қашып кеткен жоқ. Сол жерде алаңда от жақты, бәріміз жан-жақтан жаңағы оттың қасында жылындық. Бір таң қалатыным, жастарда бір жаңағы не болған жоқ. Шыққанда өкініп, не тоңдым, немесе мен осындай, мен қайтуым керек деген болған жоқ. Ол үстін қосылып, 30 мыңнан 20 мың негізгі қазіргі жаңа есеп бойынша Қазақстан бойынша 100 мыңға адам елеуге шықты деп санағын шығарып отыр. Ал енді олар кейінгі мен өзім сол институтта, группада өзім старосты болатынмын. Сосын мен де бейжай қалған жоқпын. Ал енді негізінде ар жағынан біз түнгі күні бойы тұрып, түнде қайтып келгенде бізде студенттердің бәрі қайтадан жиналып, алаңды бос қалдырмау үшін бәріміз жиналып сапқа тұрып, түнгі 2-де қайтадан алаңға барамыз. Сосын мен енді ана жерде енді айтам, жеке қалып қалмаңыздар, жеке қалып қалған адамдар ұстап алып кетеді. Сосын ағаштардан сындырып, қолымызға ағаш сақтану үшін оны алып алғанбыз. Сосын студенческий билеттерімізді тығып қалдырып, сондай мәселелерді ұйымдастырдым енді. Сөйтеміз дағаны бәріміз шығып, алаңға шығатын болып, стройға тұрып, бәріміз барамыз. Сонымен түнімен таң атқанша сол жерде тұрып келеміз. 9-10-дарда келген кезде, енді мені жаңағы кіреберісте Красный уголок деген болады ол жерде. Красный уголокта комсомолдар
партия бар, біздің коммунистік партия. Олар жаңағы сол жерде жиналыстарын өткізеді, үгіт насихат жүргізеді. Келсем мені әскерилер күтіп тұр екен бізді. Сосын мені сіз бастап барғансыз, сіз үгітшісіз, агитатор есебінде мені олармен бірге алып кетуді маған сөйтіп сұрады. Бірақ мен айттым, мен жарайды, біздің ойымызда ештеңе болған жоқ. Жарайды, мен барып үстіме киімді киіп алайын. Енді общежитиеда жүрміз ғой. Аяғымда тапочка, үстімде киім, неден комнатадан шақырғаннан кейін. Содан кейін мен барам да үстіме киім киіп аламын. Бір уақытта студсовет айтады, бұлармен бірге кетпеуге тырысыңыз, қалайда қашып кетудің жолдарын қарастырайық деп. Олар жүгіреді, біз 3-ші этажда тұрамыз. Сосын енді дорожкамен түсіп қашып кетудің жолын қарастырамыз. Потому что ол жаққа баруға болмайды. Біз көріп келдік, алаңда не болып отырғанын, көшеде не болып отырғанын. Сосын сол жердегі жігіттер жүгіріп ұйымдастырып мені қашып кетуге жағдай жасағанда, қарасақ уже нені оцеплениеге алды общежитиені. Уже қашу невозможно болды. Олар маған сол кезде аяқ киімді де кигіздірген жоқ, тек қана курткамен алды да, ол кезде бір вазиктар болады военный, соған отырғызды алып кетті. Одан кейінгі история ол жаңағы изолятор, одан кейінгі ары қарай қамау, одан кейін қанша оның ары қарай уақиғасы көп. Енді көп жылдан кейін мен өзімді ақтадым. Саяси қуғын сүргін құрбаны деп. Сондықтан бұл тәуелсіздік, мен енді ол жөнінде сіздермен әлде бір кездесу болады деп ойлаймын. Айта жатармыз, бұның уақиғаның болған ары қарай көп болғандықтан мен сіздерге қазір бәрін егжей-тегжейін жеткізіп айта алмаймын. Мен үшін тәуелсіздік күні мына желтоқсан айында 16-17-сінен бастап тойлаймыз. Көп халыққа ол мереке болғанмен мен үшін өте ауыр күн. Өйткені біз соны көрдік көзімізбен. Тәуелсіздік қалай келгенін көрдік. Міне сол кездегі жастар, қайсар жастардың арқасында міне тәуелсіз ел болдық. Сондықтан осы тәуелсіздігіміздің тұғыры берік болсын әрқашанда. Оны біз бағалай білуіміз керек. Мынау қазақта айтады ғой, ерім деп айтатын ел болмаса, елім деп айтатын ер қайдан туады деп. Әрқашанда ерлерімізді насихаттап, ерлік жасаған адам ешқашан мен ерлік жасадым деп айтпайды, оны халық бағалайды. Сондықтан әрқашанда біз бұл есімізде болу керек. Тәуелсіздік қайдан келгенін біз білуіміз керек. Осы тәуелсіздігіміздің дербес мықты мемлекет болуға біз атсалысуымыз керек. Сондықтан бүгінгі мерекелеріміз құтты болсын, ел іргесі тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын, бақытты өмір сүрейік. Рахмет сіздерге.